Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода әлемдегі жаратылысы күрделі және ең еңбекқор жәндіктердің бірі ара туралы қызықты деректер ұсынылады. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Аралардың өмірі ғажайыптарға толы. Олар аса сезімтал және дәм айырғыш болып келеді. Олар дыбысты жақсы сезеді. Бұл жәндіктердің көздері өте нашар көреді. Олардың 5 көзі болады. Олар 1,5 метрден асатын заттарды көре алмайды. Бірақ олардың иіс сезу қабілеті өте жақсы дамыған. 1 километр қашықтықтағы гүлді сезіп қояды. Аралар бір күннің ішінде 3-4 мың гүлге қонып шығады. Арамен қоректенетін бір құс қана бар. Ол сары шымшық деп аталады. Ара өзінен 30-40 есе ауыр затты көтере алады. Бір қасық балды табу үшін 200 ара күні бойы жұмыс істеуі керек. Аралар адамдар сияқты қауым болып өмір сүреді. Омарта тұрғындары бір әулет болып тіршілік етеді де, омартада қалыптасқан белгілі заңдар мен ережелерге бағынады. Мұнда тұратын әрбір ара өзінің жұмысы мен міндеттерін жақсы біледі. Аналық ара ең ірісі және оның сыртқы көрінісі ерекше болады. Ол жұмысшы арадан 2 есеге жуық ұзын, салмағы 230-280 миллиграмды құрайды. Аралар ұрғашы арасыз тіршілік ете алмайды. Ұрғашы аралар 5-6 жыл тіршілік етеді. Ара шаруашылығында аналық аралар көктем, күз маусымдарында 200 жұмыртқа салады. Ұрғашы аралар бірнеше жыл, кейде 5 жылға дейін тіршілік етеді. Ал еркек аралардың тіршілігі 4 айға ғана жетеді. Аралардың жүрегі отырғанда минутына 65-70 рет, қозғалып жүргенде 100 рет, ал ұшқанда 150 рет соғады. Еркек ара жұмысшы арадан ірірек, ұрғашы арадан кішілеу. Денесінің ұзындығы 15-17 мм, салмағы 200 миллиграмды құрайды. Олардың көздері шодырайған, басы үлкен, кеудесі қатты болып келеді. Еркек аралар әулетте ешқандай жұмыс істемейді. Себебі олардың жұмыс істеуге ешқандай мүшесі бейімделмеген. Ал жұмысшы аралар әулеттегі ең кіші аралар. Олардың денесінің ұзындығы 12-15 мм, салмағы 90 миллиграмды құрайды. Жұмысшы ара дегеніміз көбею мүшелері толық жетілмеген ұрғашы аралар. Олар бар болғаны 35-37 күн ғана тіршілік етеді. Өйткені тәтті шырын дайындаумен қажып шаршайды. Аралар адамдардан 50-60 мың жыл бұрын пайда болған. Қазіргі таңда араның уын медицинада қолданады. Оның көмегімен невралгия, артрит, жоғары қан қысымы және тағда басқа көптеген аурулар емделеді. Міне достар, осымен бүгінгі видео өз мәресіне жетті. Егер сізге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал қазірше сау болыңыздар.